Кәрі неге босағаға іледі? Қазанға ет салғанда алдымен біссімілі деп кәрі бастап салады. Себебі кәрі еттің бәрін ұстап тұратын қасиетке ие. Оны шақпайды, құда табаққа салмайды, қонаққа, бөтен жат адамға емес, керісінше үй иесіне немесе ағайынға береді. Өйткені кәрі шаңырақтың құты бар деп ырымдайды. Сонымен қатар өсіп келе жатқан қыз балаға оң жақта отырып қаласың деп ұстатпаған, ал ұлдарға сүр бойдақ боласың деген сенім бойынша жігітке де бермейді. Ертеде бір байдың қорасын 40 қарақшы торуылдапты, бірақ қанша тырысса да малын ала алмаған екен. Байдың қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрыпты, бірақ таң ата қарауылдан көзден ғайып болады екен. Ұрылар тылсым жайды түсінбейді, ертесіне біреуін тыңшылыққа жұмсайды. Ол байға жолаушы күйінде келіп сыр тартады. Байдың жалғыз ұлы мен бәйбішесінен өзге ешкім жоқ екен. Тыңшы қайта келіп, байдың малын күзететін не жалшы, не күзетшісі жоқ. Бәрін барладым, көршілерінен де сұрадым. Ешбір жасағы жоқ. Бізге елестеген болуы керек дейді. Ұрылардың басшысы ендеше бүгін шабамыз деп атқа қонады. Бұл жолда ұрылар қораға тақап келгенде қарулы жасаққа кезігеді. Ұрылардың бірнешеуі жараланып кейін шегінеді. Ертесіне ұрының басшысы байға өзі барып, «Байеке, мен ұры едім, 10 күн болды сіздің малыңызды торып жүргеніме. Бірақ қораңызды күзеткен қалың әскер алдырмайды. Күндіз көзден ғайып болады, не сыр не кеңіз бар айтыңызшы» деп ағынан жарылыпты. Бай ұрыны ертіп алып қорасында ілулі тұрған кәрі көрсетеді. Әкем марқұм дүниеден өттерінде кәрі көрсең қораңа байла, малыңа қорған болады деуші еді. Өсиетін орындап кәрі іліп қойдым. Содан бері малға қасқыр да шаппады, ұры да түспеді. Бірде-бір малым жоғалмады, қайта мыңғырып өсіп келеді. Соның шарапаты болмаса, менде басқа кие жоқ дейді. Құдіретке бас иген ұрылар баймен дос болыпты, ниетінен қайтып, адал кәсіпке көшіпті деседі. Иә, көп жастар мұны біле бермейді. Негізі қазақ халқының салт дәстүрі тұнған тәрбие ғой. Ұлттық құндылықтарымыз ше, нағыз тәрбие мектебі ғой. Баяғыда бір бейбақ айтқан екен, білгенімнен білмегенім 99 деп. Айналайын асыл ата бабам, қасиетіңнен айналдым. Босағаларыңыздан құт береке арылмасын.